Абай атамыз 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол деген. Ал психолог мамандар өміріңіз тыныш та жайлы, өкінішсіз өтсін десеңіз, кесірін, зиянын тигізетін 5 түрлі адаммен жуыспаған дұрыс дейді. Олар кімдер? Бірінші, пессимист. Пессимисті қалай тануға болады? Бір психологтың мәселе қиындықтың үлкен кішілігінде емес, оны кімнің қалай қабылдауына байланысты деген сөзіне сүйенсеңіз, айналаңыздағы жақын адамдарыңыздың арасынан пессимисті оңай тани аласыз. Мысалы, қиындықта пессимист қайғырса, ал оптимист қайраттанады. Күш-жігеріңізді жанып, енді еңсеңізді түземек болғаныңызда пессимист осы өмірің өзгеріп қалады деп ойлайсың ба, деп кері тартады. Пессимист басына қиындық туса, өмір тоқтады, бақытсызбын деп түнереді. Ал оптимист әлі-ақ бәрі жақсы болады, бұл қиындықта да жеңе аламын деп өз-өзін жігерлендіреді. Оптимист келешегіне сенеді, кез келген тығырықтан шығуға болатынын біледі. Проблемамен бетпе-бет кездесіп, оның шешімін іздеуге тырысады. Не нәрсеге де сабырмен қабылдайды. Пессимистші, ол болмашы нәрсеге күйіп піседі, торығып өмірден баз кешеді, өзіне де, өзгеге де, болашағына да сенбейді. Оның қасында сіз күннің мұңға толы екенін, еш қызықтың жоқ екеніне сенесіз. Ол қашанда ешкімге, еш нәрсеге көңілі толмай жүреді. Күнді емес, кірді жиі көреді. Егер пессимистпен қарым-қатынасты тоқтатпасаңыз, көп ұзамай сіз де айналаңыздағы адамдарға себепсіз-ақ өкпелейтін боласыз. Бірте-бірте дауыс мақамыңыз да өзгеріп, жылаңқы әрі көңілсіз дауыс қалыптасады. Күнделікті өміріңізге қанағаттанбайтын боласыз. Үнемі шағымданып жүресіз. Сондықтан да одан ертерек қашыңыз. Екінші, іші тар адам. Мұндай адам күншіл. Күншіл күнде күңіренеді. Қазақта есігіңнен күле кіріп, күңірене шыққан адамнан сақтан деген нақыл сөз бар емес пе? Күншілден сақтаныңыз. Іші тар адам өзінде жоқтың сізде болғанын қаламайды. Мұндайлар жеке өміріңізде де, жұмыс барысында да жетістіктеріңізді кемсітпесе көбейтпейді. Бұрын қайырымды, мейірімді болсаңыз, күншілмен достасқалы енді қанағатсыз, сараң, кінәмшіл бола бастағаныңызды аңғармай да қаласыз. Іші тарға биік тау да аласа, пейілі кеңге дөң де тау, дейді қазақ мақалы. Іші тар адаммен бірге жүрсеңіз, барға қанағат, жоққа салауат айтуды ұмытасыз. Осының салдарынан отбасыңызда ұрыс-керіс көбейеді. Үшінші, өсекші. Өзге біреудің жеке өмірін талқылау, киген киімін сөз қылу әрине біреулер үшін қызық-ақ. Тыңдаған да қызық шығар, бірақ оның ауруы сізге жұқпай қоймайды. Әділетсіз шешім шығаруға, іште сыр сақтамауға, өзгенің ісінен, бойынан кемшілік іздеп табуға, сізге қатысы жоқ мәселелерге мұрын суғыға дағдыланатын боласыз. Ал бұл жақсы әдет емес. Мүмкін мен өсек айтпаймын, тек тыңдаймын дейтін шығарсыз. Алайда естімес деп өсек айтпа деген сөзді ескеріңіз. Естігендеріңіздің кесірі тимей қоймайтынын есте ұстаңыз. Сонымен қатар өсекші мен өтірікші егіз деген даналы сөзге сеніңіз. Оның айтқанының бәрі шындық емес. Өсек құмар адаммен жақын аралассаңыз, өміріңізден тыныштық жоғалады. Кесірі де, зияны да тиетініне сенімдімін. Сақтаныңыз, қорғаныңыз. Төртінші, ақымақ. Ол әдейі ақмақтық жасамайды. Жан-жақты ойланбастан, өзгенің сөзіне сенгендіктен, ергендіктен ақмақтыққа көп барады. Әркімнің құрбанына айналады, өйткені онда өзіндік пікір жоқ. Оны қалай тануға болады? Бір қателік 10 қателікке бастайтынын ұқпайды ол. Сондықтан да үнемі бір келеңсіздікке душар боп, әркімнің алдауына, арбауына тез түседі. Мұндайлар басшылықты да, өз ата-анасын да, достарын да жамандап жүреді. Өз қатесін ешқашан түзеуге тырыспайды. Өйткені әрдайым оныкі дұрыс. Өзінікін бұрысқа баламағандықтан да, мойындамағандықтан да қателігі көбейе береді. Ақмақты да жұқпалы ауруға ұқсатуға болады. Олар өз проблемасын басқаға жұқтырады. Оның қасында жүрсеңіз, жоқ жерден проблема тауып аласыз. Оған ақыл айтып, уақыт шығындамай қойыңыз. Ақмақ адасқанын ұқпайды және өзінің қателігі үшін
басқаны кінәлайды. Қатесін мойындамайды және сіздің де ақылыңызды тыңдамайды. Тыңдаған сыңай танытқанмен бәрібір өз дегенін істейді. Сөйтеді де сені тыңдап едім, нәтижесі не болды, сен кінәлісің деп жазғырып шыға келеді. Қазанға жолама, күйесі жұғады. Проблемалы мұндай ақымақ адаммен араны үзе салғаныңыз дұрыс. Ол бір күні сөзге ергіштігімен тағы да бір ақымақтық жасап, өзі батқан батпаққа қолыңыздан тартып, бірге алып кетуі мүмкін. 5. Сатқын. Біліп қойыңыз, бір рет сатқындық жасаған адам екінші рет тағы да опасыздық жасайды. Таспен ұрғанды аспен ұрамын. Опасыздығы туралы ойландырамын, ұялсын деп қателеспеңіз. Олай уақытыңызды, қуатыңызды шығындамай қойғаныңыз жөн. Өз іс-әрекеті туралы ойланып, қорытынды шығаратын немесе түзеленетін адам өте сирек. Одан да мұндай адаммен араласпауды ойлаңыз. Мынау 5 күндік жалған өмірде бәріміз де жақсылыққа ұмтыламыз. Бақытты, табысты болғымыз келеді. Ертеңгі күннен үміттенеміз. Дегенмен өмір болған соң сүрінеміз, құлаймыз, жабығамыз. Сосын іштей өзімізді жігерлендіріп, орнымыздан қайта тұрамыз. Бұл өмір. Ал осындай өмірді одан сайын қиындатқыңыз келмесе, онда психологтар ескерткен 5 адамнан қашық болғаныңыз абзал.